сіздермен мен журналист Бағила Жарланова. Бүгінгі погонды журналист жобасы аясында сізді криминалистік қызметпен таныстыратын боламын. Ендеше кеттік. Саламатсыз ба? Криминалист маманның ең басты құралының бірі көріп отырғаныңыздай чемодандар. Бұл чемодандардың ішінде қандай құралдар бар, не мақсатта қолданасыз? Сол туралы кішігірім айтып берсеңіз. Біздің криминалистикада чемоданның түрі көп. Мысалы айтсақ, мына чемоданымыз оқиға болған жерге барып қолданатын із алуға және айғақ заттарды алуға арналған чемоданымыз. Көріп отырғаныңыздай, криминалист мамандардың ең басты құралы қара қобдиша бірнешеге бөлінеді. Біреуі саусақ аяқ іздерін анықтауға арналған, ал екіншісі адамның иісін анықтауға арналған құрал саймандардан тұрады. Жалпы криминалистердің қызметі таңғы 8:30-да басталады. Олардың бірі қылмыс болған орынға шығатын жедел криминалистік топпен тәуліктік кезекшілікке шықса, екіншілері тергеу басқармасындағы зертханада қылмысты ашу үшін қылмыскерлер қалдырған іздерді бекітіп, жүйеге енгізіп, зерттеу жүргізеді. 102 байланыс нөміріне қандай да бір қылмыс орын алған туралы хабарлама келіп түссе, шақыртуға криминалист пен тергеушіден тұратын жедел тергеу тобы жылдам жетуі тиіс. Біз шақырту келген жерге келдік. Бұл қылмыс орын алған орын полиция қызметкерлері арнайы өтуге болмайды деген нұсқау бар ленталармен қылмыс орнын қоршауда. Оқиға орында болған жерді тиянақты қарап, қалған іздерді, заттарды жинап, суретке түсіреміз. Егер оқиға орында қалып қойған қандай да бір айғақтық зат болса, оны арнайы мөрленген пакеттерге салып, зертханаға алып келеміз. Зерттеп болған соң қорытынды шығарамыз, содан кейін іске тіркейміз. Қылмыс болған жерде қылмыскерлерден қалған айғақ заттардың бірі мына бөтелке болып саналады. Енді полиция қызметкерлерімен бірге осы бөтелкеден саусақ іздерін алатын боламыз. Қылмыскерді анықтауға бізге тек қана саусақ іздері ғана емес, оған қоса қылмыскердің иісі арқылы қылмысты анықтауға болады. Ол үшін бізге арнайы адрологиялық контейнер керек. Қылмыскер саусақ пен табан іздерін қанша жасырғанымен өзінің иісінен құтыла алмасы анық. Міне, қылмысты иісі арқылы ашу адрологиялық криминалистика деп аталады. Адрология иістер туралы ғылым. Аталмыш сала аса ауыр қылмыстарды ашу мен тергеу үшін криминалистикада кеңінен қолданылады. Қылмыстық іс тіркелді. Енді тергеушінің қаулысымен осы саусақ іздерін папиллон базасына енгізетін боламыз. Криминалистика ең басты назарын папиллярлық заттармен құрылатын рельефке, әсіресе саусақтардың тырнақ тұсындағы өрнектерге аударады. Папиллярлық өрнектерді зерттеу дактилоскопия деп аталады. Яғни ол саусақ іздері арқылы адамның тегін анықтайтын ғылым түрі. Криминалистика мамандары қылмыс ашуда тек қана саусақ іздері біз көрсеткендей адамның иісі арқылы ғана емес, сонымен қатар біз білмейтін аяқ киім іздері арқылы да қылмыс аша алады екен. Бекжан Әбілқайырлы, сізге осы криминалистика саласын таныстырғаныңызға рахмет. Полиция саласында, яғни қылмыс ашуда бұл өте керекті және де маңызды сала екеніне бүгін тағы да көзім жетіп отыр. Бір көзбен қарағанда оңай көрінгенмен қызық та, қиыны да қатар жүретін мамандық екен. Сізге де рахмет, біздің саламызды таныстырғаныңызға. Қызметіңізге сәттілік.